Көптеген жылдар бойы Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті халықаралық АКУИН Германиялық және тәуелсіз агенттігінің аккредиттеуімен білім беру бағдарламаларының сыртқы бағалау рейтингі бойынша еліміздегі ең үздік жоғарғы оқу орындары қатарына кіреді. Осы жылы да университет кезекті аккредитациядан сәтті өтті. Білім берудің негізгі нысаны бұл студент. Қазіргі таңда студент дәріс, оқулық, конспекті оқумен шектеліп қана қоймайды. Болашақ мамандардың білім сапасын көтеру мақсатында білім беруде олардың танымдық іс-әрекетін ашатын жаңа педагогикалық технологиялар мен оқу әдістері қолданылады. Заманауи компьютерлік технологиялар мен мультимедиа, білім беруші бағдарламалар, аудио, видео техникалар кіріктірілді. Оқу жүйесін қамтамасыз ету үшін мыңнан астам атаулардың әдістемелік оқу құралдары, 150 түрі электронды оқулық, 350 сағаттан астам видео дәрістер жасақталды. Студенттерді оқыту білім беру сапасының халықаралық еуропалық стандарттарына сай жүргізіледі. Университетіміздің тағы бір стратегиялық өзектілігі қоғамды іскерлікке тарту болып табылады. Жоғарғы оқу орнына кредиттік оқыту жүйесін кіріктіру білім берудің басты талабы. Бұл бағыттағы жұмыс үздіксіз. Біз бағдарламаға сәйкес лабораториялық сабақтар өткіземіз. Бұл сабақтарда микроскоп қолданамыз. Студенттерде жалпы кәсіби біліктіліктер қалыптасады. Қазіргі таңда Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті бакалавриаттың 51 мамандығы мен магистратураның 21 мамандығы бойынша кадрларды даярлауды жүзеге асырады. Университет 6 факультет бойынша бакалаврларды дайындайды. Педагогика факультеті, филология факультеті, тарих, экономика және құқық факультеті, жаратылыстану, география факультеті, мәдениет және өнер факультеті. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті әлемді білім беру кеңістігін қалыптастыруға бағытталған Болон декларациясын қабылдаған алғашқы жоғарғы оқу орнының бірі. Қазіргі таңда Еуроодақтың, Ресей Федерациясының, ТМД мен Азия мемлекеттерінің жоғарғы оқу орындарымен 136-дан астам келісім шартқа қол қойылды. Польша, Германия, Түркия, Ресей, Италия мен ақш-тың жоғарғы оқу орындарымен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасайды. Жоғарғы оқу орындарымен ынтымақтастықтың басты бағыты ғылыми педагогикалық және әкімшілік кадрлардың біліктілігін арттыру, академиялық ауысым бағдарламасы мен студенттер мен оқытушы қабылдау және ортақ ғылыми жұмыстар мен конференциялар өткізу болып табылады. Мен Массачусетс штатындағы университеттің кәсіби даму салаларының магистрімін. Мен БХМУ-да өзара студент алмасу бойынша оқимын. Менің бірінші курстағы сабағым жеңіл өтті, себебі курс тек теориялық тұрғыда болды. Америкада барлық сабақ практика жүзінде өтеді. Мен барлығы оңай болатын шығар деп ойладым, бірақ генетиканы меңгеру мен үшін қиындықтар туғызды. Алайда үздіксіз оқу мен тәжірибенің арқасында мен жетістікке жеттім. На первом семестре второго курса Мен екінші курстың бірінші семестрінде Долина Миссисипи мемлекеттік университетінде оқуға тамаша мүмкіндік алдым. Бұл біздің университетіміздің арқасында қол жеткізген керемет тәжірибе болды. Біздің Қазақстанның және шетелдің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындары мен бірлескен жұмыстарымыздың нәтижесінде біздің студенттер мен профессор-оқытушылар құрамының білім сапасы өсіп келеді. Сондай-ақ Қазақстанның және әлемнің алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындары арасында біздің университеттің рейтингінің өсуіне де жақсы әсер етуде. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті тек Батыс Қазақстан облысының ғана емес, бүкіл батыс аймағының басты ғылыми орталықтарының бірі болып табылады. Университет Асан Дабысұлы Тайманов, Всеволод Васильевич Иванов, Қажым Жұмалиев, Есенбай Ағелеуұлы Ағелеуов, Мәтжан Максимұлы Тілеужанов, Тұяқбай Зейітұлы Рысбеков, Разак Абдрахманович Абузяров, Мендалиева Дина Кенжебекқызы, Дарбаева Талсен Есенамадовна, Фартушина Мария Максимовна, Кузьмичева Александра Егоровна және Серікқали Ғабдешұлы Шарабасов, Ержанов Махамбет Ержанұлы,
Гурьева, Галина Герасимовна сияқты белгілі ғалымдары мен танымал. Научные школы, созданные в ВУЗе, широко известны в Казахстане и за его пределами. Сегодня научно-исследовательская работа университета динамично развивается по системе учеба, наука, инновации, производства. Научные исследования ведутся по педагогическим, физико-математическим, биологическим, историческим, химическим, географическим, экологическим, филологическим, политическим, экономическим, социологическим наукам и разным направлениям культуры и искусства. 2017 оқу жылынан бастап Рухани жаңғыру институты университетте қоғамдық сананың азаматтық қағидаттарына және мәңгілік ел ұлттық патриоттық идеясының құндылықтарына Қазақстан Республикасы президентінің болашаққа бағдар қоғамдық сананы модернизациялау бағдарламалық мақаласына негізделген жан-жақты ғылыми зерттеулер мен қоғамдық жұмыстарды жүзеге асыру жұмыстары үшін құрылған. Университет негізінен жастармен және студенттермен жұмыс істейтін болғандықтан, осы бағдарламалық мақалада көрсетілген бәсекелестікті, білімнің салтанат құруын және сананың ашықтығы сияқты принциптерді жүзеге асыру үшін сол бағыттағы жұмысымызды жүйелі түрде ұйымдастыруымыз керек. Біз Қазақстан жастары тек біліммен қаруланған кезде ғана алғашқы ондықта болатынымызға сенімдіміз. 2016 жылдан бері университетте Сеул ғалымы Ли Джон Хюн басшылығымен көп тілді институт жұмыс жасайды. Университеттің студенттері ғылыми зерттеу жұмыстарымен қатар қоғамдық және тәрбие жұмысына белсене қатысады. Нақты білім мен тәрбие ғана студент жастардың патриоттық және моральдық рухани дамуында тиімді рөл атқарады. Университеттің студенттері бос уақыттарында түрлі мәдени шараларға, халықаралық форумдарға, мұрагер студенттік театрларына, Айгерім қуыршақ театрына, сондай-ақ әртүрлі ғылыми үйірмелер мен шығармашылық бірлестіктерге қатысады. Университеттің маңызды ерекшеліктерінің бірі студенттердің өзін-өзі басқаруына белсенді қатысуы болып табылады. Студенттік өзін-өзі басқару ұйымы жастарды көшбасшылыққа, патриоттыққа тәрбиелейтін ең үздік ұйым. 2005 жылдың қыркүйек айынан бастап құрылған студенттік өзін-өзі басқару ұйымының құрамына студенттік ректор, студенттік декандар, бірлестіктер төрағалары және университетіміздің белсенді студенттері мен атаулы шәкіртақы иегерлері кіреді. За 12 лет 12 жыл бойы бізден бітіріп шыққан 100-ден аса шығармашыл ұйымдастырушылар мен менеджерлер республиканың барлық жерінде қызмет етуде. Көптеген белсенді студенттер Жас Отан, Жас Экономист, Қазақстан студенттерінің альянсы сияқты жастар қоғамының қатарында. Біз осындай тарихи университеттің студенті екенімізді мақтан тұтамыз. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің студенті деген атқа кір келтірмейміз. Жыл сайын студенттердің жаңа буыны университетке түседі. Бүгінгі жастар бәсекеге қабілеттілік, адами білім, болашақта ұлттың жетістігінің факторы бола тұра, ертеңгі күннің ерекшеліктеріне назар аударатын ел президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың идеясын жақсы түсінеді. Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті мемлекет басшысының міндеттерін іске асыруға бағытталған негізгі іргетас, бастау болып табылады.